Сәлем, сіздермен бірге Әсия. Күнделікті тамаққа қолданғаннан соң артылып қалған қамырды тастамаңыздар. Міне осындай дәмді нәрселерді жасаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліңіздер. Каналыма кірсеңіздер, ерекше дәмді рецепттер мен қолөнердің түрлерін ұсынамын. Тез каналыма кіріп, осыларды қарап алыңыздар. Әйел заты болғаннан соң күнделікті әдемі дәмді тамақтарды пісіргім келеді. Ол тамақтардан осындай кусок қамыр қалып қалады. Сіздерде де солай ма? Ендеше сол қамырлардан дәмді нәрсе пісірейік. Менде осындай 5 бармақтан кеспеден қалған қамырлар самсаның көлемінде етіп, әрқайсысын жеке-жеке күлшелеп алдым. Бізге ортасына салуға начинка қажет. Мен 3 картошка алдым, оны жақсылап езіп алдым. Енді осыдан пюре жасаймыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша кез келген начинканы алсаңыздар да болады. Оның үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қалауыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Және үстіне ұсақтап туралған пияз, және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап езіп тұрып араластырамыз. Бізде начинкамыз дайын. Дайын болған күлшелерімізді самсаның немесе булочканың қамыры секілді етіп, оқтаудың көмегімен жаямыз. Жалпы кез келген қамырдың ерекше әдемі етіп түйудің 5 тәсілін көрсетемін. Видеоның соңына дейін анықтап қараңыздар. Міне бізде ерекше әдемі боп түйілген нандар шықты. Топ 5 түйу тәсілі десек те болады. Бұны сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша пирожки секілді майға пісіріп алсаңыздар да болады. Немесе самса булочка сияқты бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, мак немесе күнжіт сеуіп духовкаға пісірсеңіздер де болады.
Міне біздің дәмді нандарымыз дайын болды. Бұл видео сізге пайдалы болды деп сенемін. Басқа да видеолар жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.